Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі оқу қызметіне дайынсыңдар ма? Бүгін біз ұлт тарихына арналған қызықты тақырыпты өтетін боламыз. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру оқыту қызметінен Ұлы даланың 7 қыры деген тақырыпта оқу қызметін бастаймыз. Балалар, оқу қызметін бастамас бұрын сендермен бірге шаттық шеңберін айтып алайық. Жарқырап күн ашылды, айналаға гүл шашылды. Қайырлы күн, біз нәзік қыздармыз. Қайырлы күн, біз ержүрек ұлдармыз. Ендеше балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын осы Ұлы дала қырына арналған видеоны тыңдайық. Қайырлы күн, балалар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақаласы Ұлы даланың 7 қыры. Бірінші, атқа міну мәдениеті. Қазақ халқы ежелден атты киелі жануар деп санаған. Екінші, Ұлы даладағы ежелгі металлургия. Қазақ жері кен орындарына өте бай. Түрлі металдар қазақ жерінен шығады. Үшінші, аң стилі. Ата-бабамыздың мұрасының жарқын көрінісі мен рухани байлығының айшықты белгісі аң стилі феномені. Әлемдік өнердің биік белестерінің бірі болып саналады. Алтын адам, Есік қорғанынан табылған қазақтың жауынгер батыры. Алтын адамның жанынан өзінің қолданған түрлі алтыннан жасалған бұйымдары табылды. Түркі әлемінің бесігі. Алтай Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі болып табылады. Келесі Ұлы жібек жолы. Ұлы жібек жолы халықтар арасындағы жаһандық өзара тауар айналымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың қалыптасып даму үшін орнықты платформа болды. Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны. Қазақстаннан, Алматы қаласынан алманың көптеген түрлері сорты мен қызғалдақтың 3000-нан астам түрі бар. Балалар, дайын болсаңдар, тапсырма орындауды бастайық. Бірінші тапсырмамыз атқа міну мәдениеті. Бірінші тапсырмамызда балалар 1-ден 10-ға дейін тура және кері санау. Балалар, сендер санап болсаңдар, кәне барлығымыз бірге тексерейік. Кәне бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Дәл осылай кері санаймыз. Міне, сендер жақсы дұрыс орындағандықтан біздің бірінші тапсырмамыз ашылды. Атқа міну мәдениеті. Қазақ халқы ежелден атты киелі санап, оны өзіне серік еткен. Жарайсыңдар балалар, біздің бірінші тапсырмамыз орындалды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 астында тұр. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кері санау. Оннан? Енді кері санау. Онға дейін. Оннан? Бірге дейін санау. 10, Кері жасасын. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Осылай жауабын кел. Мен сіздердің тапсырманы 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сосын? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, дұрыс. 7,
Сегіз, тоғыз. И соңғысы. Сәлеметсіз бе, ярыңер, апай, бірінші тапсырма. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Балалар, келесі ұлы даладағы ежелгі металлургия. Бұл жердегі екінші тапсырмамыз ежелгі тиындардан алқа жаса. Қазақ халқы алтын, күмісті жақсы игеріп, өздеріне түрлі әшекейлер жасаған. Ендеше балақай, сен де өзіңе әдемі алқа жасап көр. Енді балалар, тексереміз. Алқа не көрейікші, сендер қалай алқа жасағандарыңды? Жарайсыңдар балалар, сендер өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Біздің екінші қырымыз ашылды. Бұл ежелгі металлургия. Жарайсыңдар балалар. Қарап тұрсаңдар балалар, ұлы даладағы ежелгі металлургия ашылды. Апай, мына жерден тиындармен рет-ретмен санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бірден екіге, сосын екіден беске, үшке дейін төртке, төртке дейін беске, беске дейін алтыдан жетіге, жетіге дейін как? Сегізге. Сегізге дейін тоғызға дейін 10-ға. Балалар, ендеше дайын болайық. Біздің үшінші тапсырмамыз аң стиліне қатысты болады. Балалар, қазақ халқы ежелден өнерге өте бай халық. Олар өздеріне әдемі әшекей бұйымдарды жасап отырған. Соның ішінде аңға қатысты көптеген бұйымдар бар екен. Осы бұйымдарға қарап, өзінің сыңарларын тауып, сызықтар арқылы қосамыз. Сызықтар арқылы қосып болсақ, мұқият қарайықшы балалар. Бұл жерде әрбір әшекейдің өзінің бір-бір жануарға ұқсайды екен, балалар. Ендеше балалар, біз тапсырманы дұрыс орындадық. Бізде ұлы даланың үшінші қыры ашылды. Аң стилі ол өз жазуы мен өзінің тарихы бар. Қазақстанның ежелгі тұрғындарының озық мәдениеті. Ендеше сендердің тапсырмаларыңды көрейік. Тапсырма. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз алтын адам туралы болмақ. Балалар, өздерің ойлап қараңдаршы, қазақтың батыры алтын адам есік қорғанынан табылған кезде оның жанында қандай заттар болды деп ойлайсыңдар? Мына тапсырмада артығын тап деп аталады. Осы есік қорғанынан табылған заттарының арасында қай зат артық деп ойлайсыңдар? Артық затты алып тастаймыз. Ендеше балалар, мұқият қарап, тапсырманы орындайық. Тексереміз. Балалар, дұрыс айтасыңдар. Есік қорғанынан қазіргі заманға сәйкес келетін доп пен телефон табылған жоқ. Жарайсыңдар, сендер төртінші тапсырманы да дұрыс орындадыңдар. Ендеше балалар, сендердің тапсырмаларыңды тексеріп қарап көрейік. Сендер де дұрыс орындапсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Апай, мына суретте мен артықтарын белгілеймін. Осыдан доп артық, осыдан енді
Телефон артық. Көрсет. То сотка. Топпен телефон артық қақпай. Енді оларды дөңгелеттім. Балалар, келесі тапсырмаға өтпес бұрын біз бір сергі алайық. Жұмыр қылыш деп аталатын күйге орнымыздан тұрып, көңілді би билейміз. Балалар, бір сергі алсақ, 5-ші тапсырмаға назар аударайық. 5-ші тапсырмамыз біздің логикалық сұрақтар екен. Бірінші сұрақ: қала музейіне 2 бала аналарымен барды. Музейге барлығы неше бала барды? Екінші сұрақ: кітапханаға Элиф, Сергей, Расул, Нұрлан барды. Кітапханаға неше бала барды? Үшінші сұрақ: Арман Түркістан қаласына барғанда 5 кәде сый сатып алды. Оның 3-еуін достарына сыйлады. Арманда неше кәде сый қалды? Ендеше балалар, ойланып жауап береміз. 1, 2, 3, 4. Барлығы неше бала адам барды музейға? 4 адам барды. Кітапханаға Элиф, Сергей, Расул, Нұрлан барды. Кітапханаға неше бала барды сонымен? 4 адам. Арман Түркістан қаласында болғанда 5 кәдесі сатып алды, 5-еу. Оның 3-еуін достарына берді. Нешеуі қалды? 2-еу қалды. 2 қалды. 2 бала анасымен барады. Музейге қанша адам барады? 4. Екінші сұрақ: кітапханаға Елеп, Расул, Сергей, Нұрлан барады. Кітапханаға неше бала барды? 4 барады. Үшінші сұрақ: Арман Түркістаннан 5 кәдесі әкеледі. 3-еуін 3 досына береді. Қанша кәдесі қалады? Балалар, осымен біз 7-ші тапсырмаға да жеттік. 7-ші тапсырма бізде алма мен қызғалдаққа арналған. Ендеше балалар, берілген есепті шығарамыз. Балалар, сендер дұрыс шығардыңдар деген ойдамын. Ендеше тексерейік. Жарайсыңдар балалар. Сендер өте жақсы бүгінгі тапсырмаларды орындадыңдар. 4 алма бар, 2-бен жеп қойдым, 2-бі қалды. Ал енді екеуін жаза ғой. Эмира апай, мына тақтада осы амалмен азайту амалы жазылған. Мен қазір сол есепті шығарамын белгілеп. Мына 3 алмаға. Мына 3 алманы аламыз, қосамыз, 2 алманы қосамыз. Жауабы 5 болады. Жазамын соны. Жауабы 5 болады. Екінші есеп. Екінші есептен Гүлдер. гүлдер берілген. Есептің 2 гүлге. 2 гүлге 2 гүлді қосқанда оның жауабы 4. 4-ті жазған соң. 4-ті жазған соң. Үшінші есеп. 4 алма. 4 алманы аламыз. 1 алманы салып қоямыз да. Ол сенде артық. Ол бізге артық. Ал 2 алманы алғанда, ол бізге 2 алма қалады. 4 алмадан 2 алманы алғанда неше қалады екен? 2 алма қалады. Жауабы сонда? Жауабы Тақтаға не деп жазамыз? 2. Жаза ғой. 2 болады жауабы. Дұрыс. Эльмира апай, 7-ші тапсырма. Қосу. 3 алма қосу. 2 алма болады 5. Қосу 2. Қызғалдақ.
қасық алды, қосу 2, буға 4. Қосу 4 алма, қосу алма 2, буға 6. Болды. Қосу 2, Қызғалдақ. қасық алды, қосу 2, буға 4. Қосу 4 алма, қосу алма 2, буға 6. Болды. Балалар, бүгінгі оқу қызметіне байланысты сендерден кері байланыс күтемін. Ұлтымыздың тарихын білу біз үшін басты мақсат болып табылады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі оқу қызметіне барлықтарың өте жақсы қатыстыңдар. Рахмет сендерге, сау болыңдар балалар.